Ё-моё, менің ақшам да жоқ, тамағым да жоқ. Ё-моё, маған ақша керек, ема кеттім мен далаға. Ё-моё. Ё-моё. Барып неге барам-ау деймін автобусқа. Ё-моё. Маған жұмыс істеу керек, ақша табу керек. Ё-моё, кеттім давайте. Мә, саған барып мен ақша табуым керек. Мә, саған мына үйдің де ақшасын беру керек. Кеттім, ё-моё. Нан-нан-нан-най-най, нан-нан-нан-най-най, нан-нан-нан-най, нан-нан-нан-най-най, ақша табамын. Нан-нан-нан-най-най, ақша табамын. Най-най-най-най, нан-нан-нан-най, най-най-най-най, нан-нан-нан-най. Мен саған автобус қашан келеді екен? Мә, саған автобус күтіп отырмын, жұмысқа бару керек. Мә, саған. Ал бұл болса байдың үйі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бай өте үлкен үйде тұрады. Қай көлікпен шықсам екен? Феррари ме, әлде Lamborghini ме? Мен басқа барып кейін тез айту керек маған бірдеңе. Басеке, сізде қазір бір жиналыс бар, соған баруымыз керек тез. Жақсы, шығайық. Бай осылайша өзінің жұмысына барады. Сол кезде кедей адаммен кездесіп қалады. Айбай, басым. Ай. Алдыңа қарамайсың ба? Ё-моё, сен сияқты адамдар ешқашан жетістікке жете алмайды. Аға, кешіріңізші, просто тиіп кетті, кешіріңізші, өтініш. Бай осылай ол өзінің жұмысына кіреді. Жұтап, жұмысты қалайсың? Жұмыс жақсы жүріп жатыр ма? Машиналар өтіп жатыр ма? Иә, бәсеке, нормально жұмыс болып жатыр, машинаны бәрі сатып алып жатыр, жақсы жұмыс болып жатыр. Нормально ғой, иә. Болды, ладно, мен кете берейін онда үйге. Осылайша бай өзінің үйіне кетеді. Болды, мен қазір демалып алайыншы. Ай, басым. Ой, кешіріңіз, байқамай соғылып қалдым. Кешіресіз бе, өтініш? Ё-моё, байқамай соғылып қалып едім. Ой, ештеңе етпейді. Саған онда ақша берейін, окей ма? Осы ақшаға бірдеңе алып же, қарның ашып қалар. Мә, жақсы болды ғой, ақшаны берді. Рахмет, осы ақшаға енді бірдеңе алып жеймін. Енді келесі жолы осы ақшаларға тамақтар алып жеймін. Айтпақшы, сізбен дос болуға бола ма? Мә, сізге. Иә, жарайды. Дос болайық, мен кетуім керек қазір. Қарызымнан құтылатын болдым ғой тезіз. Мә, саған не ақша? Мынау кімнің ақшасы? Мә, саған бұның ақшасының егесі бар ма екен? Барып мен егесін табуым керек. Үйге барып болып қояйын, тезіз барып үйге барып апарайын тезіз. Бұл ақшаның иесі кім екен? Мә, саған мен оны барып үйге апарайын тез. Мә, саған үйіме тезіз апаруым керек. Мә, үйге кірейін. Мә, саған мен үйге кірдім. Енді бұл ақшаны біреуге беруім керек. Мә, саған енді не істеймін? Бұл ақша өте көп қой. Мә, саған мен Басекеге айтуым керек тез. Сейфте ақша жоқ. Мә, саған не істеймін енді? Басекеге қалай айтам? Кетім айтып келейін. Басеке, сіздің сейфіңізде ақша жоғалды. Енді не істеймін? Ё-моё, ол ақшаның бәрі сіздікі еді ғой. Қойшы, ақша жоғалды ма? Мен қазір ақшамды көріп келейін. Мә, ақшам қақта. Қазір оны полицияға арыздатып соттаймын.
Қой кетті, мен полицияға барып арызданып келейін. Полиция, көмектесіңізші, менің ақшам жоғалды. Жарайды, біз оны тауып жазасын береміз. Әзірге іздеу шарасын жалғастырамыз. Болды, онда ертең келем, ертең жалғастырамыз онда. Машинаны сәл жуып қою керек еді, қатты жүреді екен. Олар содан кейін іздестіру шараларын жүргізетін болады. Мен қазір ұйықтап келейінші. Ертең ақша табылады деген ойдамын. Мәссаған, не істеймін енді? Үйімде де свет жоқ, ақша да жоқ, үйдің де ақшасын төлеу керек, тамақ та жоқ. Мәссаған, енді не істеймін? Қиналатын болдым ау. Анау ақшаның да егесі бар. Достар, осымен видеомызды аяқтадық. Сіздер лайктарыңызды басып тіркеліп, және комментарийға келесі бөлім шықсын деп жазыңыздар. Сол кезде келесі бөлім шығады. Тіркеліп лайк басыңыздар.